қымбат тауарлар, кейбір тауарларды алғым келмейді. Егер де Қытаймен байланысқа шығып, жібек жолын жаңғырту бағдарламасын оқып, товар алдыртатын болса, біраз адам пайда тауып болады. Қайырлы күн достар, міне бүгін бізде жібек жолын жаңғыртудың 4-ші керуен түлегі Әбекең мырза қонаққа келіп, біраз әңгімелестік, біраз отырдық, қал-жағдайымызды біліп, бір-біріміздің істерімізді, жұмыстарымызды біраз талқыладық. Қайырлы күн отандастар, мен 4-ші керуенде оқыдым. Жібек жолын жаңғырту бизнес академиясында өзіме алған білімім, тәжірибем өте көп болды деп айта аламын. Қазіргі жағдайда біраз пайда түсірдік. Басында кроссовкалар заказ бердік. Кроссовка, детский домик, сосын микрофондар. Микрофон, 3 затқа заказ бердіңіз, негізі. Содан кейін қалай саттыңыз, қанша пайда? Пайдасы бар, пайдасы 3 есе қымбат саттық. 1300-ден келді. 1300-ден сізде келді қолыңызға, Қытайдан, 1300-ден келді, 1500-нан келді, 2000-нан келді. Бұлардың бәрі 3000-нан сатылды. 4000-нан сатылды, 5000-нан, 6000-нан сатылды. Бағасына қарай сізде қосып отырдыңыз, яғни біреуіне 2 есе, 3 есе қосып отырдыңыз, 3 есе қосып отырдыңыз. Енді мен алдырған 200 кроссовка алдырдым, 200 пар кроссовка алдырдым. 200 кроссовка алдырдыңыз, енді 1000-дан бесек 300 мың теңге алдырдыңыз, 300-400 мың теңге. 300-400 мың теңге алдырсаңыз, енді ары қарай 2-3 есе қоссаңыз, енді 1 миллион орта есеппен. 1 миллионға жақындайды. 1 миллионға жақындады. Оқуға қанша теңге төледіңіз оқыған кезде? Оқуға 55 мың теңге төледіңіз. Міне, құрметті достар, біздің негізгі көрсетейін, айтайын деп отқан бұл жерде сіздерде бұл кісі келіп, жібек жолын жаңғырту 4-ші керуенде оқып, 55 мың теңге төлеп, сол Қытаймен қалай тікелей заводтан тауарларды алдыруды үйреніп, товарды алып келіп осы жаққа, және де оны интернет арқылы саттым дедіңіз, интернет арқылы, оның ішінде OLX-пен. Бұл кісі жаңағы айтты, бірінші тауарларды алған кезде барахолкаға барып едім, барахолкада конкуренция не көп болды да, содан ол жақтан өтпеді, кейін интернетке OLX-ке ашын, OLX-ке ғана қойып, интернетке қойып, қазір заман интернет заманы. Интернетке қойып, сол кроссовкаларды, 1500 теңген кроссовкаларын 3000, 4000, 5000, 6000 теңгеге сатты. Бұлай қарап отырсаңыздар, өзіне салған инвестицияны 5-6 есе деп ақтап деп айтсақ та болады, дұрыс қой енді осы уақытта. Енді бұл кісі тек қана ол болар болмас 2-3 айдың ішінде, 2-3 айдың ішінде сондай жағдайға жетіп отыр. Ал енді алдағы уақытта бұл кісі миллион, 2 миллион, 3 миллион деген әңгімені еститін болайық сізден міндетті түрде. Сондай тағы да біраз жоспарлары бар екен, оны бөлісіп бір-бірімізге не жасадық және. Ал құрметті достар, естеріңізде болсын, өздеріңізге салған инвестиция, мейлі ол 55 мың болсын, мейлі ол 100 мың болсын, білімге салған ақшаларыңыз ең тиімді инвестициялардың біріне жатады, білімге салған. Сол себептен жібек жолын жаңғырту мектебіне келіңіз, Қытаймен бизнес жасап, сол бизнесіңізді дамытып, 0-ден бастасаңыз да болады, немесе бір жаңада 200-300 мыңнан бастасаңыз да болады, өзіңіздің мүмкіншілігіңізге қарай, шамаңызды, неңізді, қаражатыңызды 2 есе, 3 есе, немесе 10 есе көбейтуге үлкен мүмкіншілік болады. Сізде Әбекең қатарында бола аласыздар да, алдағы уақытта сәттілік, әрқашанда бірге жұмыс істейміз деп ойлаймын. Содан кейін айта кететін жағдай, бұл кісі соңғы кезде тапсырыс бермедіңіздер да? Бүгін келіп менен сұрап отыр, Арман, мен тағы 1-2 тапсырыстар бере берсем бола ма деп.
Біз айтамыз, кім жібек жолын жаңғырту бизнес мектебін оқыды, соған біз үлкен мүмкіншілік береміз. Ол кісілерді біз оқыдың, бітті, кеттің деп айтпаймыз. Ол кісілерге біз алдағы уақытта келіңіз, тағы бір тегін оқыңыз деп мүмкіншілік беріп отырмыз. Сол сияқты бізбен бірге оқыған кісілер тағы да қайта заказ беріп, мейлі ол 5 жыл болсын, мейлі 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, бізбен жұмыс істеуге үлкен мүмкіншілік алады. Сол себептен жібек жолын жаңғырту бизнес мектебіне келіп, оқып, біліміңізді дамытыңыз. Рахмет, достар. Мына жерде үлкен мүмкіншілік болады, мүмкіншілік көп. Қаншама миллиондаған товар. Егер де оқысаңыздар, еңбектерің құр кетпейтініне сенемін. Рахмет, сәттілік сізге. Қашанда. Ал, қуаныштымын сізге.